Ерке Есмаханның жуырдағына түсірген қайда атты туындысы бірден хитке айналған еді. Тіпті 5 айдың ішінде 30 миллионнан астам қаралым жинап үлгерді. Күні кеше әнші көптен күткен қайданың жалғасын түсірді. Ән қазақ жігіті туралы, қазақ ұлы туралы. Бұл енді қайдадан кейін жоқтан кейін енді бар деген ән күтті ғой. Сол жоқ пен бардың ортасындағы қандай жігітке ғашық екенім, қандай жігіт менің болашақ жарым болу керек, соны сипаттайтын, бейнелейтін ән. Ерке қыз кезекті бейнебаянның түсіріліміне де Gakku Entertainment ұжымымен бірге кірісті. Өйткені мен адалмын да. Өзімнің бір тексеріліп, жұмыс жасап көргеннен кейін, екінші ретте дәл осындай жетістікке қол жеткеннен кейін сол кісілермен қайтып жұмыс жасауды ойладым. Өзіміздің Gakku арнасы және де Gakku Entertainment ұжымына сол кісілерге өзімнің жаңа әнімді, бейнебаянымды жаңа қалай сеніп тапсырдым. Есмахан бұл композициясы халықтың көңілінен шығатынына сенімді. Себебі оны өзі таңдаған. Бұл көңілді ән, өйткені оны лирикамен айту мүмкін емес. Сондықтан да сол стилистикадан ауытқымай, сондай бір көңілді, әдемі ән шығардым. Өзім таңдап, өзімнің талғамымен жасалған ән. Айтпақшы, бұл әншінің продюсерсіз түсірген екінші туындысы болмақ. Алайда Ерке өзі түсіп жатқан бейнебаянның не жайлы екенін білмейтін көрінеді. Бұл клиптің енді сюжетін енді нақты айта алмаймын, қалай болады деп өзім әлі білмей жатырмын. Өйткені қайданы түсірген режиссер Тимур Дулатов және де оператор Азамат Дулатов, сол кісілер өздері бір ойлап тапқан дүниелері бар екен. Мүмкін бейнебаянның не жайлы екенін Тимур Дулатов білетін болар. Менің ойымша бейнебаян өте сәтті шығады, өйткені біз барынша тырысып жұмыс жасап жатырмыз. Қайда деп бүкіл Қазақстанға іздеу салған Есмахан бұл бейнебаянның да сәтті боларына сенімді. Жоқ, менде ешқандай қорқыныш жоқ. Өйткені әр әннің өзінің тыңдарманы болады, әр әннің өзінің бір орны болады деп ойлаймын. Өйткені қайдаға дейінгі менде қанша ән болды, ол ешқайсысы тыңдалмай қалған жоқ. Бейнеклип бірнеше локацияда түсірілді, оның бірі China Gold мейрамханасы болды. Ал Ерке Есмахан керемет кадрлар жасалған мейрамханаға алғысын білдіруді ұмытпады. Осы China Gold рестораны бізге көмектесіп, қол ұшын беріп, қолдау көрсетіп жатыр. Үлкен рахметімді айтқым келеді. Айтпақшы, бұл туындыда Еркеден басқа басты кейіпкер болмайды. Өйткені мен әлі басты кейіпкер тапсам, бұл ән шықпас еді. Басқа ән шығатын еді, мен бақыттымын деген сияқты. Сондықтан да басты кейіпкер жоқ. Сол үшін әзірге іздеу үстіндеміз. Ерке Есмаханның жүрегін жаулаған ханзада кім болды екен? Мүмкін бұл сұрақтың жауабын әншінің келесі туындысынан білетін болармыз. Жуырда Ерке Есмаханның жаңа бейнебаянын Gakku арнасынан тамашалайтын боласыздар. Есмаханның көңілді композицияға түсірілген бейнебаяны 1-2 аптаның ішінде жарыққа шығады. Ендеше күтіңіздер.